1-4 сыныптың ата-аналарын біз көргенімізге қуаныштымыз. Ертең бізде 2-3 сыныптың ата-аналарымен жиналыс өтеді. Және де қазір сағат 6-да сіздерді шығарып салып, 8-11 сыныптың ата-аналарымен жиналыс өткіземіз. Бүгінгі біздің күн тәртібіміз сіздермен осы актовый залда 5:25-ке дейін боламыз. 5:25-те сіздер өздеріңіздің класстарыңызға барасыздар. Сол класстарыңызда жиналыс өтетін болады. Қазір сіздерге презентацияның соңында QR код болады. Сол жаққа рекомендация, предложение, критика бәрін жазуларыңызға болады. Если вопростар, сұрақтар болған жағдайда, сұрақтарды сіздер сыныпта талқылайсыздар бірінші. Егер ол сыныпта жауап таппасаңыздар, біз 117 кабинетте боламыз, администрация школы. И можете туда подойти, 117 кабинет, и мы можем там рассмотреть вопрос индивидуально, именно если сұрақтар, если не решите в классе вопрос. Қазір күн тәртібі бойынша 2 сұрақ қарайтын боламыз. Бірінші сұрақ мектептегі оқу сауаттылығы, жалпы кітап оқу деңгейі қай жердеміз біз вообще? Кітап дұрыс оқып жатырмыз ба, не істеп жатырмыз? Сол бойынша тоқталамыз. И одан кейін летний лагерь. Сол бойынша тоқталатын боламыз сіздерге. Кіре беріңіздер. Қол көтересіздер ма? Өткен жиналыста кім болды? Именно оқу сауаттылық бойынша. Естеріңізде ма? Мен мына жақта көрсеттім ғой сіздерге телефон, балалардың кітап оқуда. Онда нормально, бір-бірімізді түсінеміз. Өйткені біз енді бірінші проблеманы көрсеткенбіз. Бірінші жиналыста біз проблеманы көрсеттік. Яғни біздегі балалардың, біздің кітап оқудағы проблемамызды көрсеттік. Енді бүгін сол проблеманы қалай шешіп жатырмыз? Соларды көрсететін боламыз сіздерге. Бізде енді өздеріңіз білесіздер, начальный класста, бастауыш сыныптарда акцент, приоритет бізде оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығын қандай халықаралық құралмен өлшейді, естеріңізде ма? Ұстаздардан бөлек ата-аналарға сұрақ қойғым келеді. Оқу сауаттылығын қандай инструментпен өлшейді? Кіре беріңіздер. Как измеряется читательский грамотность? Каким инструментом? Как? Пирлс, да? Пирлс. Да, это называется Пирлс. Яғни халықаралық Пирлс зерттеуі. Яғни біз Пирлспен зерттейміз. Біздің оқу сауаттылығымыз қай жерде тұрған? Бізде Пирлс 90-на 4 рет алып отырмыз Пирлсты. Әр 90 сайын Пирлс алынады. Біз өткен жиналыста ол Пирлсты көрсеттік. Естеріңізде ме, Қазақстан қай орында тұрды сол кезде? Бізде енді бір айтып кететін мәселе, жылына 2 рет жиналамыз біз. Жылдың ортасында, январда отчетный болады. Ол кезде уже конкретно біз отчет береміз ата-аналарға. Оқу бойынша, тәрбие бойынша, ғылым бойынша. Ал бүгінгі жиналысымыз бұл көбінесе неге? Развитияға. Кітап оқу, балалардың кітабын қалай оқытамыз деген сияқты балаларға. Яғни бұл официально пландағы жиналыс емес дегенім ғой. Официально планда жарты жылдық сайын жиналыс болады. Яғни январда и в конце учебного года 2 жиналыс өтеді. Ол кезде официально өтеді, бүкіл цифрлар көрсетіледі, мектеп қандай жетістікке жетіп жатыр сол мақсат бойынша. Енді мен сіздерге бастап тоқтала берейін. Бүгінгі менің тақырыбым сіздермен бөлісетін. Балалардың кітап оқуға деген сауаттылығын қалай арттырамыз? Қалай балаларды кітап оқуға қызықтырамыз? Енді оқу сауаттылығы деген уақытта ең бірінші бізде оқу сауаттылығы дегенде ойымызға не келеді? Бір сөздерді айтыңыздаршы. Читательский грамотность дегенде немен ассоциация келеді сіздерде? Ал минутқа оқу, түсіну. Ол уже алдында жиналыста болған кісілер уже есінде екен. Сұрақ қою, қатесіз оқу, есте сақтау, мүдіріссіз оқу. Тақырыпты талқылау, күшті. Мәнерлеп, мазмұнын түсіну.
Яғни осының барлығы не екен? Оқу сауаттылығы екен, осының бәрі оқу сауаттылығы екен. Енді ал оқу сауаттылығының өлшейтін, оқу сауаттылығын қай жерде, қай деңгейде келе жатқанымызды оқу сауаттылығын арттыру үшін біздің ол құралымыз кітап арқылы. Яғни біз кітап арқылы өзіміздің оқу сауаттылығымызды арттырады екенбіз. Қай орында деп ойлайсыздар? Бір 100 мемлекет қатысты деп есептейікші. Біледі екенсіздер, примерно 93-94. Неге 50 емес, неге 40 емес? Біз кітап оқымаймыз ба сонда? 46. Жақсы, онда мынандай нәтиже екен. Біз 92-ші орында екенбіз. Яғни жылына орта есеппен 2 кітап оқиды екен. Жылына орта есеппен. Енді 2 кітап оқымайтын біздің жағдайларымызда болуы мүмкін. Бұл енді ортақ индекс қой, бұл жерде каждыйымызды өлшеу мүмкін емес, бірақ зерттеуге қатысқан определенный қазақстандық азаматтардың арасынан шығарған. Бірінші орында кімді көріп тұрмыз? Америка, Үндістан, білеміз, мысалы, Үндістан. И Ұлыбритания, Франция, Италия деген сияқты мемлекеттер. Біздің көрші Ресейдің өзі кітап оқуға қатты көңіл бөлетіндігін байқап көріп тұрсыздар. Енді жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, сұрақтарға жауап бердіңіздер ғой, оқу сауаттылығы не деген? Ол, яғни мәтінді түсіну, ақпаратты талдау, мазмұнды пайдалану, критикалық ойлау дегендерге келеді екен. Енді біз оқу сауаттылығын қалай арттырамыз? Читательский грамотностьті қалай арттырамыз? Яғни біз өзіміздің дорожный карта арқылы. Ол ең бірінші жұмыс бізде кіммен? Работа с родителями, да? Ата-аналармен жұмысты біз көбейтуіміз керек болады. Өйткені өткен мен жиналыста айттым, қай мемлекет ата-аналармен мықты жұмыс жасап өздерінің деңгейін көтерді? Ұмыт қалыпсыздар ғой уже. Ирландия ең төменгі оқу сауаттылығында тұрды да, ата-аналармен вовлеченность, ата-аналармен жұмысты ұйымдастырды да 7-6 орынға көтерілді. Яғни ата-ана баланың кітап оқуына, баланың оқуына, сауаттылығына қатысса, вовлеченность болса, результат жоғары болады. Оны мен айтып тұрған жоқпын, бүкіл исследование, зерттеулер айтып тұр. Яғни ата-ананың вовлеченності өте жоғары. Енді ұстаздікі одан да жоғары, оны білеміз. Бірақ біз қазір аудитория ата-ана болғаннан кейін мен сіздерге байланысты айтып жатырмын. Одан кейін повышение квалификации учителей, мониторинг, мына жерде міне осындай 5 направлениемен жұмыс жасайтын боламыз, 5 направление. Яғни мынау январда сіздермен жиналдық қой, сол бойынша. Енді келесі қараңыз, ұстаздар не істеп жатырмыз қазір мектепте? Яғни мектепте 25-і, 30-і календардан қара жіберіңіздер, мына числолар қай күнге келіп тұр, аптаның қай күніне келіп тұрған. Телефоннан қарайсыз, қай күнге? Сенбіге келіп тұр, яғни субботаға келіп тұр. Яғни біздегі бастауыштағы ұстаздарымыз сенбі күндері өздерінің білімдерін арттырып жатыр. Осы балалармен оқу сауаттылығын жұмыс жасауға байланысты. Ұстаздарымызға мүмкіндігінше мотивация береміз енді. Біздің болашақ үшін жасалып жатқан жұмыстар деп. Өйткені қарап отырсыздар, каждый суббота ұстаздар бізде оқуда. Әр суббота. Енді мына қараңыздар. На вовлеченность педагогов, например, міне қалай көтерілді. Қазір 31%-ды құрап отыр. Бұл енді көрсеткіш барлық бином мектептері бойынша. Ал біздің оқу сауаттылығын арттыру бойынша біз жұмыс жасап жатқан эксперттер. Бұл эксперттер қазір кімдер қайда екен бізде?
завучтар қайда? Екі жақта тұрсыншы, мына жақта бір кісі, мына жақта бір кісі. Балалар ар жақта шығып жатыр, кіріп жатыр. Мынау біздің құрметті ата-аналар, мына жерде бізде экспертный советтеріміз бар. Яғни біз эксперттермен кеңесеміз. Ол эксперттер өздеріңіз көріп тұрғандай Эстония мемлекеті, Мичиган университеті және де Назарбаев университеті, Ресей Федерациясы сияқты эксперттермен біз бір тоқсанда бір рет кеңесіп отырамыз. Келесі біздің бағытымыз жұмыс жасайтын. Ол адами капиталды жақсарту бағытында жұмыс жасалады. Яғни мына жерде бірінші байқап тұрғандай күн тәртібінде не тұр? Бізде бірінші қарап жүріңіздерші. Бірінші графада, таблицада. Ата-аналардың қатысуы. Яғни ата-аналардың қатысуы. Яғни ата-аналардың қатысуы, ата-аналардан анкета, ата-аналармен жиналыс, вовлеченность родителей. Яғни біздің бүкіл акцентіміз, яғни ата-аналармен жұмыс, ата-аналарды шақыру, ата-аналарды мазалау, ата-аналарға тапсырма беру, ата-аналарға кітап оқытуын қадағалау. Яғни ата-ананың былайша айтқанда Ахмет Байтұрсынұлы айтқан сияқты маса сияқты ызыңдау ғой, былайша айтқанда. Яғни Ахмет Байтұрсынұлы айтты ғой, мен маса сияқты ызыңдай берем, осы халықтың сауатын ашу үшін деген нәрсемен. Тура сол сияқты бізде енді ата-аналарды мазалай береміз, сіздерді жинай береміз, анкета ала береміз, сұрақтар қоя береміз деген сияқты. Кітап оқыту туралы тапсырма айта береміз, кітап сатып алып беріңіздер деп айтамыз сіздерге. Яғни осы жұмыстар енді бізде көп, сіздерді мазалай береміз. Және де келесі енді бірінші ата-аналармен, потом ұстаздармен, педагогтармен, ары қарай оқушылармен. Вот вовлеченность учащихся, яғни ата-аналардың вовлеченности, ұстаздардың вовлеченности и оқушылардың вовлеченности. Яғни осы үш бағытта жұмыс жасаймыз. Ұстаздардың вовлеченностін мына жерден көріп тұрмыз, яғни не істеп жатыр ұстаздар? Сенбі күні курстарға қатысып жатыр. Яғни вовлеченності осымен біз көріп отырмыз. Ата-аналардың вовлеченностін қалай көруге болады? Қалай ойлайсыздар? Яғни міне келіп отқандарыңыз сіздердің бірінші көрсеткіш вовлеченность. Яғни сіздерге балаңыздың білімі маңызды болғаннан кейін сіз келіп қатысып отырсыз. Яғни біздің ата-аналар белсенді, вовлеченный. Келесі енді біз өткен жиналыста ата-аналармен тапсырма бергенбіз. Естеріңізде ме? Қандай тапсырма бердік үйде? 20 минут, 15 минут балалармен бірге читать. Кешкі уақытта, вечеромда бірге отырып, обсуждать, читать, талдауға уақыт берген болатынбыз. Конечно, не всегда каждый день получается, да? Иногда через день, иногда в неделю один раз. Ну хотя бы баламен отырып, давай кітап талдап тастайық дегеннің өзі сдвиг, бірінші шақ. И мен сіздерді соған шақырамын. Бүгін хотя бы қандай кітап алайық деп. Бір нәрсе, бір ата-ана, бір оқиға болды, бір ата-ана көзіне жас алып, жылағысы келіп, қуанып жатыр да. Сөйтіп, не болды деп сұраса, балам маған кітап сатып әперші деп айтты дейді. Менің арманым қазіргі уақытта, мен де әкемін ғой. Менің балаларым маған кітап сатып әперші деп айтатын болса, ол қазіргі заманда қуаныш, төбең кәдімгі көкке жетеді. Ол гаджет, аймақ, айпад, ол қызық емес. Оны алып берші дегенше, или там маған спортивка керек, маған зат керек деген сияқты. Ал кітап әперші деген бітті.
ана ата-ананың қуанғанын көрсеңіздер, и сол қуанышты мен де сезінгім келеді деген. И каждыйыңыз сезінгіңіз келеді. Егер балаңыз маған кітап алып берді десе, сізден бақытты адам жоқ, если что. Балаңыз сізге кітап алып берші деген әңгіме айтатын болса, сізден бақытты адам жоқ. Қарамаңыз. Так анау жаңағы барлық затты аламыз ғой, мысалы. Бөліп аламыз, ретпен аламыз, басқамен аламыз. Именно кітапқа келген уақытта біз аянып қалмауымыз керек. Кітаптың бағасын білесіздер ғой, өте қол жетімді. Біздің жаңа пиццамыз, басқамыз деген сияқты мысалы. Сол үшін осы кітапқа келген уақытта қатты көңіл бөліп сұраймын. Енді біз сіздермен осы жобаны біз үйде 15-20 минут кітап оқып жатсыздар. Соны біз бірінші үйде оқисыздар. Мына бірінші кезең міне. Кітапты ертегін оқисыз, или видео түсіресіз, сондай. Екінші кезеңде бізде мектепке келді, тест жазады. Тест. Оны уже кейбір ата-аналар қатысқан, білет, кейбір ата-аналар қатысқан жоқ, әлі возможность бар сіздерде қатысуға. Одан кейін үшінші кезең электронный тестирование. Потом төртінші кезең ең последний финальный конференция болады. Ол мынандай болады. Но процесс, вообще қалай процесс жүзеге асып жатыр? Мен сразу мынаны айтайын. Вот бірінші кезеңге бірінші класстан қатысқан балалардың саны деген сияқты. Яғни бұл процесске қатысу, вовлеченності балалардың. Келесі екінші сынып және үшінші сыныптарда қатысқан балалардың. Бірақ сіздердің араларыңызда отырған мүмкін қатыспаған ата-аналарда бар шығар. Оқушыларда бар шығар қатыспаған. Оған қазір сіздер енді не істейсіздер? Қазір сыныптарыңызға барасыздар. Сыныптарыңызға барған уақытта осы мәселені көтересіздер. Жалпы қалай бұны өлшеп жатсыздар? Қалай қатысып жатсыздар? Осы бірінші сыныптың жиналыс кітап оқу шарасына қатысқан ата-аналар, қатыспағандар қол көтерсінші? Кім қатыспай жатыр? Осы проектке. Мына проектке кім қатыспай жатыр? Сізде қазақ сыныпта, орыс сыныптар ма? Бізде орыс сыныптарында данныйлар бар, Зәуре Шүгайына тоқталып айтып кетеді. Да, это казахские классы, да. Нет, данные, только казахский класс. Онда сыныпта, в классах покажете, да? Жақсы. Обязательно учтем. Но дальше ары қарай кеттік. Енді ол мәселені қазір бізде оқу сауаттылық бойынша замер алынады ғой. Замер алынған уақытта қазақ сыныптарының көрсеткіші төмен. Әңгімен ашығы. Оқу сауаттылық. Жаңа енді көріп тұрсыз ғой. Ресей Федерациясы қаншасыншы орында тұр? Вот, кітап оқиды. Көрдіңіздер ма? Ал біздің балалар кітап оқып жатқан жоқ. Бізде оқып жатқан жоқпыз. Соны қолға алу мәселесінде да. Жоқ, бірақ оған байланысты емес. Біз бірақ, но в русских классах это тоже проводится. Но замерді мы покажем. Да? Ну, Школа не только казахская, вы же даете образование. Да, согласны. Енді екінші кезең и үшінші кезең. Уже үшінші кезеңге вот бірінші класстан 11, екінші класстан 15, үшінші сыныптан 18 адам келесі финалға өтеді. Яғни финалда нелер болады? Осы кезеңдерден өтеді финал. Яғни кейіпкер сөйлейді, шұқыр ой, шығармашылық кім жылдам деген сияқты. Вот это мынау картина финалдың белгісі. Яғни финалда біздің ата-аналармен бірге оқушылар келіп осы шараға қатысады. Енді салыстырып көретін болсақ, үшінші сыныптардың арасында салыстырмалы түрде салыстырып көретін болсақ, здесь еще один нюанс бар. Вообще PIRLS измеряется в 4 классах в международных исследованиях. А мы акцент делаем сейчас именно 3-4 класс. Но для нас задача бізге, біздің управляющий компаниядан бізге ұсынылатын задача
именно 3-4 классы. Но біз өзіміздің де ойымыз бар ғой, біздің де желаниямыз бар ғой. Біз 1-2 класстарды қосып алдық. Вообще рекомендуется 3-4 класс. Біз бірақ 1 мен 2-ні қосып алдық та бірге өткізіп жатырмыз. Өйткені в любом случае ертең 1 класс через 3 года 4-ке келеді ғой деген сияқты мысалы. Ал мынау салыстырмалы түрде вот 4-ші тоқсан және 3-ші тоқсан. Яғни 4-ші тоқсанда қатысудың көп болуы. Енді осы жерде мен бүкіл ата-аналарға бір нәрсе айтқым келеді. Бұл бір проект біздің бастауыштағы 2000 баланың сұрағын жаба алмайды. Бір проектпен біз бүкіл баланың кітап оқытып кетуіне мүмкіндік жасай алмаймыз. Сондықтан құрметті ата-аналарды шақыратынымыз, бұл бір проектке қатысу, 1-ші орын алу, 2-ші орын алу үшін емес, баланың өзінің осознанно кітап оқуына біз алып келуіміз керек. Яғни біз соған призывать етеміз. Именно балалардың өзінің осознанно кітап оқуына біз жетуіміз керек. Әрине, мынау мотивация. 1-е, 2-е место деп та Марвиннан, например, сертификаты получает. Оның бәрі мотивация. Бізде коридорда там не тұр, ролик тұр, велосипед тұр, оның барлығы мотивация. Но велосипед үшеу ғана. 4000 детей получает 3 всего лишь велосипед, да? А қалған оқушыларда демотивация болу керек па? Жоқ. Ол үшін не істейміз біз? Ол үшін осознанно чтениеге үйретеміз. Яғни балаларды осознанно, саналы түрде оқуға үйретуіміз керек болады. Яғни біздің ата-аналардың задачасы, менің задачам, ұстаздардың задачасы балаларды осознанно оқуға үйрету. Өйткені біз 4000 балаға 4000 велосипед бәрібір алып бере алмаймыз. Мысалы да, яғни бала материально мотивированный болмау керек. Бала іштей мотивированный болу керек. Ал іштей болу үшін сіздің көмегіңіз керек, ұстаздардың көмегі керек. Барды бірігіп жұмыс жасаған уақытта бізде бір нәтиже өзінің нәтижесін береді. Яғни мен өзімнің енді сөзімді мынау осы бір сөзбен аяқтағым келеді. Яғни гаджет дамыған заманда біз кітапқа көңіл бөлмей кеттік. Сіздердің заманда кітап көп оқылды. Сондықтан да қазіргі уақытта біздің балаларымызға соны бағыттау жағын қолға алуымыз керек болады. Уже уақыт болып қалған екен. Мен сіздерге мынау кітап оқуға қатысты 1-2 нәрсе. Сіз үйде оқымадыңыз қой 15 минут. Енді сыныпта балалар 15 минут оқиды. Күнде 15 минут кітап оқиды бала. Үлкен қоңырауда. Егер оқымай жатырмыз десе, айтыңыздар. Біз қолға алайық ол мәселені. Өйткені бізде 2000 бала бар. Шынында кейбір сыныптар мүмкін әлі бастамаған шығар. Ондай проблема болса айтыңыздар. Келесі, жаңа гаджет туралы айттым мен. Өткен жиналыста да мынау гаджетті көрсеткен болатынмын. Яғни гаджетомания деген ауру пайда болды. Оны бәріңіз естідіңіздер. Кәдімгі грипп, коронавирус сияқты гаджетомания деген ауру неге кірді? Списокқа. Яғни тоже сигнал. И мынау біздің телефон уақытымыз. Алдыңғы жиналыста да көрсеттім. Мен тағы да көрсетіп жатырмын да, өйткені біз телефонды азайту, қысқарту мәселесіне келіп тұрғаннан кейін мен осы мәселені көрсетіп жатырмын. Бірақ алдыңғы жиналыста мен көрсетіп қойған болатынмын сіздерге. Мынау біздің Қазақстан қанша сағат ұстайды телефон, соларға байланысты. Бірақ бүгін үйге барып, балаңыздың төбесінен қойып қап телефон болып ұстамайсың деген әңгіме жүрмейді балаға. Өзіңіз білесіз. Әр нәрсені ережемен, дисциплина үйретіп, көрсетіп, бірінші бала білу керек проблема неде екенін. Одан кейін ол өзі-ақ тастайды телефон деген сияқты. Бірақ баланы жаңағыдай күшпен күш салып, төбесінен ұрып, басқа қылып біз тәрбиелей алмаймыз. И мынау рефлексия деген бар. Күнде таңертең 7:50-ден сағат 8-ге дейін рефлексия болады бізде. Күнде.
кейбір сыныптар ата-аналар білмеулеріңіз мүмкін. Бұл бізде қазір практиковаться етіп жатыр, эксперимент. Күнде таңертең келеді, 10 минут балалар әңгімелеседі. Вообще қандай мақсаты бар, қандай міндеті бар, қандай көңіл күймен келді деген сияқты. И түстен кейінгі ауысымдар. Соңғы енді біздің жаңа соңғы деп тағы да бір соңғы айтып келе жатырмын сіздерге. Жалпы біздің мектептің миссиясын бір айтып беретін ата-ана бар ма? Мектептің миссиясын. Толық адам қалыптастыру. Мектептің миссиясы. Примерно хотя бы несін? Білімді, тәрбиелі азамат. Миссия школы. Жоқ, ұстаздар керек жоқ. Ата-аналар. Аха. Өнегелі тәрбие мен сапалы білім. Жақсы. Негізі дословно сапалы білім мен шығармашылыққа толы бақытты мекенге айналу. Яғни бұл жерде ключевой сөз бақытты мекен. Яғни оқушы бақытты келу керек. Жақсы көңіл күймен келу керек. Егер оқушы бақытты болып келетін болса, ол сапалы білімге қол жеткізу мүмкіндігі артады. А егер балада көңіл болмаса, ол бақытты болып келмесе, оның қанша жерден біз білім бергенмен, ол сапалы болуына әсерін тигізу мүмкін. Сондықтан біз сапалы білім мен шығармашылыққа толы, яғни сапалы білім бар. Шығармашылық дегеніміз не ол? Яғни креативность, жаңағы конференция, осылай креативность. Және де осы сапа мен креативностьті бірге қосамыз да неге айналамыз? Бақытты мекенге айналамыз. Ал оған көмекші тікелей сіздер. Көмекші адамдар сіздер. Сіздер бастауыш сыныпта өте белсенді боласыздар да, 5-6 сыныпта уже белсенділік төмендеп кетеді. Сондықтан балаларыңыздың жанында қолдаушы болып, өйткені зерттеулердің барлығы айтады. Бүкіл исследование ата-ананың қолдауы, ата-ананың верасы балаға ол өте жоғары жетістікке жетуіне. Сондықтан құрметті ата-аналар, сіздермен бірге майдың шатаспасам 17-сі ма ата-аналар форумын өткіземіз. Ол форумда біз жазда балаңызбен уақытты тиімді өткізу деген тақырып бойынша қозғалатын мәселелер. Керемет лайфхактар, күшті ойындар сіздерге ұсынылатын болады. Сол форумда барлықтарыңызды мектепте күтетін боламыз. Тренингтер болады, бүкіл жаңа ата-аналарға рекомендациялар беріледі. Баламен жұмыс барысында. Барлығыңызды сол форумда күтетін боламыз. Қазір мына жақта QR-ға жаңағы рекомендация, предложение и критика деген сияқты мәселелерді жазып кетсеңіздер, одан кейін сіздерді уже сыныпқа жіберуіміз керек. Біздің 8 бен 11 сыныптың қазір ата-аналары бұл актовый залға кіретін болады. А сіздердің сұрақтарыңыз болатын болса, сыныптың жиналысынан кейін 117-ші кабинетте мектеп әкімшілігі сіздерді күтетін болады. Педагог мырза, бірден айтасыз ба? 1 минут қазір. Армысыздар, кеш жарық. Мен енді осы сәтті пайдаланып, сіздер енді мектептің инстаграм қарап отырсаңыздар, осы биыл 14-ші ақпанда әкелермен, осы мектеп басшылығы, мұғалімдер, ұстаздармен бірігіп, инстаграмда тікелей эфирде сұхбаттар болған. Сонда кітап күні болды ғой сол кезде, сол кезде Марс Сапарұлы кітап сыйлау күні. Сосын мен қатыстым, сосын осы мектептің әкесі ақын Рахат Әбдірахманов қатысты. Сол кезде бізде Ахметтану кеңістігі деген мұражай ашылды ғой, білесіздер. Соған сол онлайн эфирде сыйлағам енді. Соны офлайн сіздердің алдарыңызда тапсырайын деп тұр. Түрікше Ахмет Байтұрсынов туралы кітап. Көп рахмет. Алдында кітап сыйлау күнінде балалар бір-біріне кітап сыйлады, ұстаздар бір-біріне кітап сыйлады, ата-аналар да мектепке кітап сыйлап жатты. Ол жақсы дәстүр. Вы даже не слышали? Вот. Чужок, да, правильный вопрос поднимают. Нет. У нас в первом классе и в третьем классе третьего часа. Вот по русских классах, я об этом первый раз слышу. Жақсы, Зәуре Шугаевна. Вот один пример. Зәуре Шугаевна, завуч первых-четвертых классов. Она классный руководитель в русских классах.
Шолпан Бахтияровна, завуч второй смены, вторые и третьи классы. Она учительница в русских классах. Сіздерге енді құлақтарыңызға алтын сырға. Өткен жиналыста тоже мәселелер көтерген болады. Біз ешқашан бөлмейміз, оқушыларды бөлмейміз. Ондай жағдай орын алмайды. Нет, провели это устно, надо показать. Жақсы, келесі жол міндетті түрде оны ескеретін боламыз. Жақсы, назарларыңызға рахмет, ата-аналар.